Шақалақ әңгіме. Авторы Шерхан Мұртаза. Үлкен сәскеде борандының саудасынан сән кете бастайды. Тарқаған базардың жұрты көңілсіз. Шақалақ шалдың көңілі қазір селкеу жәрмеңкенің құлазыған жұртындай. Шұбар тушаның саудасы жүрмеді. Қияндағы қыстаққа бұл қырсық кебенекті қайтадан жетектеп, азапқа түскенше өткеніне сата салайын деп, шақалақ шыжыған ыстықта мал базар ақыр-тақыр қазан болғанша қаздиып-ақ тұрды. Кебенек келгір өтпеді екен деп тағы тастап кете алмады. Ақыры қайтқан малда қайыры бар шұбар тушаны жетектеп, шақалақ жаяулатып ауылға тартты ғой. Қайтып келе жатып, жолаушы таситын автобустың шопырын сыбады. Сенің қотыр ешкіңді тасысын деп жүргізіп қойған бұл автобусты, деп кесір шопыр мінгізбей қойған. Керауыз кемпірін боқтады. Қызыңның қылығы шығып қалды. Жұрт құсап, кремпілін кигізбесең, өз басына өлім қара басқыр деп, шұбар тушаны базарға жетектетіп жіберген сол болатын. Кесапат асқан, деп қойды ішінен кіжініп шақалақ. Шын аты Шақабай еді, бірақ табиғатынан түймебас, қалқан құлақ, қызыл шақа, қылпықсыз көсе болған соң, жеңгелерінің қойған аты Шақалақ. Өрмекшінің жібіндей қан тамырлары қызғылтым, екі беті ұдайы темір қанат балапанның терісіндей болып тұрады. Бұл жұрт құтырды, деді енді базарды балағаттап. Баяғы Некәлайдың заманы болса, қоңыз теріп жер еді, енді ешкінің етін жемейді, сүтін ішпейді. Өлгеніне 1000 адам жиналса, 1000 адам 7 сомнан, кісі басы сайын жыртыз. Той болса кілем жауып, волга тіккен жарыз. Кенет қауымды бұлай қойып, кемпіріне қайта шүйілді. Аузыңа қараған толғыр, деп тісін қышырлатты. Сол екен, тісінің ескі құрты қозды ма, мүжік асықтай азудың айналасы қақсап қоя берді. Енді жол азабына ауру қосылды. Атасына нәлет, құртта да еш жоқ, деді ол бір қолымен қатпа қайрақтай жағын басып келе жатып. Менен не тау жеймін деп түседі екен. Аспан таудың аңғарында жатқан ауылға баратын соқпаққа әлі асфальт тұрмақ, малта тас та төселмеген. Жабайы соқпақ едәуір жерге дейін шойын жолдың бойын қуалап барады да, оңға бұрылып, темір жолды кесіп өтіп, тіке төскейге қарай қасқайып жатады. Қара жолдың піскен топырағына шомылып жатқан жабайы кептерлер ешкі жетектеп, ерні кезерген шақалақтың қарасы жақындағанда пырпырлап ұша жөнеледі. Қапталдағы шаң тұтқан қара сораның, көкбас кекіренің кермек иісі тынысыңды қабады. Жуыла оңып кеткен көк көйлектей аспан астында лүп еткен леп сезілмейді. Қасапшыға мал қайғы, қарешкеге жан қайғы. Шақалақ тісінің ауруымен әлек болып келе жатып, шлагбаумға маңдайы тірелгенін бірақ білді. Темір жолды кесіп өтетін сәтте дәл мұрнының астына шлагбаумның ала-құла бақаны сөйлең етіп жабылды да қалды. Алыста мұнар сағымның арасынан бұлдырап пойыз көрінеді. Енді сол өтіп кеткенше күтіп тұру керек. Ар жақтан салдырлап арба келіп тоқтағанын сезіп, шақалақ қуанып қалды. Қараса, өзінің жамағайыны тауасар екен. Жардай торы биені жалғыз атты арбаға жегіп алыпты. «О, тәке, олжалы қайтыпсың ғой, сатып алдың ба?» деді шақалақ жағын қолымен басып тұрып. Алған соң біржолата арбасымен қосып алдым. Бала шаға шөп тасығанға жақсы, деді қауға сақал тауасар. Даусында масаттанған мақам бар. Ылдидың малы көрінеді, жуас екен. Құтты болсын, деп күбірледі шақалақ. Ішінен қызғанып та тұр. Базардан қайтқаннан кейін атасына нәлет. Осылай қайту керек қой, қу шұнақтың құйрығынан ұстап қайтпай. Ешкі жетектетіп қойған бәйбішесін іштей тағы бір сыбап алды. Тісі одан бетер қақсап қоя берді. Сөйтіп тұрғанда арбаның арт жағына қара көк волга екпіндей келіп кілт тоқтады. Үрөлдегі Жайлаубайдың шабандоз көкпаршы баласы Ораз екен.
дөңнеме кіші болып, мына тұрған екі қарияға сәлем беруге жарамады. Қара көзілдірік киіп, үреулде шіреніп отыр. Машинаның әйнек біткенін жаңа түскен келіннің шымылдығындай шашақтап тастапты. Волганың ар жағында екі қуыршақ ит бір-біріне бас шұлғысып қалысыпты. Осы ораз өткендегі құрбан айттың көкпарында тартыла-тартыла тақымдап піскен талыстай бір серкені шақалақтың есігінің алдына шиырып лақтырып тастап кеткені бар. Шақалақ сонда мұнысы нес тасыраңдап деп шақшия бастап еді. Беспенің сабасындай бәйбішесі: тек тұштаңдама, қызыңның бойжетіп қалғанын білмеуші ме едің? Соғанда миың жетпеді ме? Бозбаланың ізеті бұл деп тыйып тастаған. Құдай бұйыртса, жайлаубаймен құда боласың. Қазір шлагбаумға тұмсығы тіреліп тұрып, шақалақ атасына нәлет деді. Сөйткенше пойыз келіп қалған екен. Тепловоз боздап қоя берді. Қарағай артқан ауыр састап жер дүниені дүрілдетіп, биесі үрке шегіншектеп, баданадай көздері ақшаңдап, ауыздықпен алысып, шапшып тұр екен. Шегінген арбаның артқы тұқыл оқтығы қара көк Волганың фарына барып сақ ете қалды да әйнек быт-шыт болды. Мынаның жуас дегені жуан болып шықтау, деді шақалақ. Ылдидың малы болса, пойыз көрмеген неме ғой. Не боп қалғанын пайымдап үлгергенше Волгадан ораз дүрдие атып шықты да арбаның үстінде биенің басымен алысып отырған тауасардың жағасынан ала түсті. Бабасындай адамның жағасынан алған несі атасына нәлет деп шақалақ шұбар тушаны шлагбаумға апыл-ғұпыл шалып байлай салды да оразға тұра жүгірді. Ту сыртынан барып, күжірдей желкесіне шеңгелді сілеушінше салып қатып қалғанда, талай тастай тақымдарын көкпарды ырғағанда тартып алып жүре беретін аты шулы палуан ораздың қолы тауасардың алқымынан ажырап сала берді. Алқымы әлеуетті қолдан босаған тауасар ұзын қамшымен оразды осып-осып жіберген. Екі шалдың екпініне сескенді ме, әлде өз қылығынан ұялды ма? Әйтеуір ораз Волгасына ыршып мініп, жолдың шаңын бұрқ еткізіп, темір жолдың арғы бетіне атып шыққан. Пойыз өтіп, шлагбаум көтерілген екен. Шақалақ шұбар тушаның орнын сипалап қалғандай болды. Ұшты-күйлі жоқ. Жібін үзіп қашып кетті ме, әлде пойыз басып кетті ме деп әуелі көзімен рельстің бойын тінтіп шықты. Алақ-жұлақ арлы-берлі қарағаннан көзге ештеңе түспеді. Сөйтсе, шұбар туша терек бойындай биікте шлагбаумның алабақанының басында салбырап тұр. Ұшып қонып, стрелочниктің үйшігіне жетті. «Ау, Тамыр, анауың қалай?» деді қызыл фуражкілі еңгезердей сарыға. Стрелочник әуелі байқаусызда қарқылдап күліп жіберді. Артынша онысы ерсе екенін сезіп, тек автомат кнопканы басып, шлагбаумды түсірді. Шұбар туша жерге жансыз қап сияқты сылқ етіп құлады. «Тамыр, кешір, мен көрмеген», деді қызыл фуражка. Тауасардың жағасынан енді шақалақ алсын. «Саған болсамын деп тайдай тушадан айырылдым, құнын төле». «Денің сау ма өзіңнің? Мен не деп төлеймін? Тушаңды мен ұрып өлтірген жоқпын. Шлагбаумға байлап қойған өзің», деп тауасар да жалын күжірейтті. «Әй, тауасар, құдайдан үмітің жоқ екен? Ылдидың күйік құсап, тағы боп кеткен малын 700 сомға сатып алып, біреудің су жаңа Волгасын қиратқа мен емес қой. Мен болмасам әлгі ораз алқымыңды мытып өлтіретін еді. Тірі қалғаныңа тәубе деп, неге бермейсің менің тайдай тушамның құнын? Әркімнің малы өзіне қымбат». Екі шал келісе алмай керілдесіп тұрғанда, қызыл фуражка ала тушаны ары-бері аударып көріп, таңдайын тарсылдатып, басын шайқады. Онан соң: «Әй, әтештер, ұрысты қойыңдар, кәне ешкіге қанша сұрайсың? Мен алады», деп шақалаққа қарады. «Бауыздамай арам өлген кебенекті сатып не көрініпті? Не деп тұрсың өзің?» деп көзін ежірейтті. «Семіз екен, мен алады, қанша сұрайсың?» деді қызыл фуражка шақалақтың арам қарамына мән бермей. «Денің сау ма? Аламын деп тұрғанда сұрағанына бере сал», деп тауасар килікті. «О, найсап», деп шақалақ
қолын бір сілтеп, шойын жолдан шегірткедей ыршып өтіп бара жатып, кілт қайта оралды. Шұбар Тушаның былқ-сылқ еткен мойнынан ала жіпті шешіп алды. 2-3 бүктеп қолға ұстаған күйі артына бұрылып та қарамастан тура тауға тартты. Атасына нәлет, деді әлден уақыттан соң. Қапелімде тісінің ауруының сап тиылғанын сезді. Бір түрлі қуанып қалды.